Естеріңізде болса, өткенде сіздерге Нұртас Адамбайдың жақында да түсірілімін аяқтаған «Мен күйеу жігітпін» атты фильмі жайлы айтқан едік. Режиссер ең алдымен аталмыш картинаның трейлерін ұсынды, кейін постерін жариялады, тіпті киноның жарыққа шығатын күнінде айтып қойды. Тек бір нәрсені ескермеген, ол саундтрек. Сондықтан Адамбай аяқ астынан ән іздеп, оның бейнебаянына да кірісті. Біз фильмнің саундтрекі болу керек деп шештік, ал саундтрекке бейнеклип түсіру қажет. Сол себепті тез арада фильмге сай келетін ән іздедік. Сол кезде Артур мен Райым есімді жігіттердің орындауындағы «Самая вышка» әнін тауып алдық. Нұртас Адамбай дәл осы әнге бейнебаян түсірмек, өйткені бұл композиция режиссерге бірден ұнаған. Маған бұл әнді біздің оператор Азамат жіберді. Ол осы композицияны саундтрек ретінде алуға болады деді. Әрине ұнады. Біз басқа адамдарға да тыңдатып едік, олардың көңілінен шықты. Аталмыш туындыны оралдық Артур мен Райым есімді жігіттер орындайды. Дәл осы екеуіне Нұртас Адамбай бірнеше күн бұрын хабарласып, аталмыш картинаның бейнебаянына түсуге шақырды. Таныстық, Нұртастың бізге хабарласатынын білген жоқпыз. Қатты таңғалдық, өйткені біз Оралдың қарапайым адамдарымыз. Әнді де өзіміз үшін жазған едік. Тіпті шоу-бизнеске келеміз деген ой болған жоқ. Бұл әнді Артур мен Райым өткен жылдың күзінде жарыққа шығарды. Бірақ сол кездері оларда бейнебаян түсіру жайлы ой болмаған. Сондықтан мұндай жаңалықты естіген жігіттер көп ойланған жоқ. Бірден билет алып, Алматыға жол тартты. Әрине, біз бір күннен кейін Алматыға келдік. Түсірілім жайында келісіп, қазір бейнебаянды түсіріп жатырмыз. Алайда Адамбайдан ерекше бейнебаян күтпеңіздер. Ол оны қарапайым етіп түсірмек, тіпті қаржы да көп жұмсалмайтын көрінеді. Бұл жерде бәрі оңай. Біздің мақсатымыз өте қымбат әрі күшті бейнеклип түсіру емес. Тек арнайы фильм үшін түсіріліп жатқан бейнебаян болмақ, қарапайым әрі тректік туынды. Айтпақшы, аталмыш картинада басты рөлді КВН арқылы танылған актриса әрі тележүргізуші Гүлнара Селбаева мен Адамбайдың өзі сомдайды. Басты рөлдегі кейіпкердің есімі Алия. Ол жігітін ата-анасымен таныстырғысы келеді. Бірақ күйеу жігіт жауапкершілігі өте төмен адам болып шығады. Кейін қыз көмекке келетін басқа ер азамат іздеп, өзінің досынан 5 күнге күйеу жігіттің рөлін сомдауды өтінеді. Романтикаға толы комедияны дәл мереке күні, яғни 8 наурызда еліміздің барлық кинотеатрларынан тамашалай аласыздар. Ендеше күтіңіздер.